Hey достар, видео басылмастан бұрын сендерге моно естейтін баланың арнасын ұсынып кетсем. Бұл достар менің жағым достарым бірі, яғни бұл маған превьюға, видеоларыма қатты көмектесіп жүрген бала. Соңғы видеоларын 2 жыл бұрын түсіріпті, ё-моё. Ал соңғы видеосы достар бізде 2 күн бұрын шыққан. Өте қызықты контент түсіреді екен, қыстық выживание дейтін соңғы видеосына кіріп, Мерлиннен келдім деп жазып кетейік, қойыңдар. Ал давайте достар, біз өзіміздің видеоролигімізге кеттік. Let's go. Ассалаумалейкум достар, сендермен бірге мен Мерлин. Қалайсыңдар достар? Менде жақсы жаңалықты толып кетті достар, сендер сағынып кеткенім вообще. В общем, өте керемет жаңалықтар бар достар. Ал сендер достар видеоға лайк басып каналға тіркеліп отырыңдар. 300 подписчикке жетіп жатыр екенбіз. Байлықтарыңа рахмет достар. Енді жаңа жылға дейін мен өздеріңіз білесіздер 500 подписчикке цел қойған болатынмын, яғни мақсат. Сол мақсатыма жете аламын ба, жете алмаймын ба? Ну, жете алмауым мүмкін, бірақ енді все равно тырысып көруге тырысайық. Ладно. В общем, достар, менде жақсы жаңалықтар толып қалды. Ең бірінші менің сіздерге айтатын жақсы жаңалығымның бірі, ол достар бізде мен осы пиар жасап жүрген серверімде ютуберге алған болатын достар. Құттықтап қойсаңыздар болады. Осылай ұшып, партиклдар, керемет, вообще топовый сервер екен. Сендерге де кіруге ұсыныс тастаймын, В общем, достар, IP-порты описаниеде, ал ендеше біз өзімізді видеоролигімізге кеттік. Let's go. В общем, достар, бұл сервер таза грифке арналған, яғни грифер етсеңіздер болады, выживать етсеңіздер болады. Мен алдыңғы видеороликтарымда айтып кеткен болатын. Және де достар, ютуберка донатында бізде өте керемет мен ұнататын бізде не бар, партиклдар бар, өзім өте қатты ұнайды осы партикл, жүрек партикл, яғни hearts деймін, в общем, сондай партикл. Және де менде мынандай happy villager дейтін бізде нет разрешения өте қатты өкініп қалдым. Бұл партиклды көргім келген, бірақ все равно. В общем, достар, өздеріңіз байқап отқандай донат деген жерде менде Владус дейтін донат тұр. Негізі Дев дейді, Владус дейді. Бұл серверде оказывается, мені көріп тұрсыздар, Дев деп тұр. Бұл серверде, оказывается, ютуберка дейтін донат жоқ, как я знаю, и маған осыны Дев дейтін донат берді. Бұл да мықты донаттардың бірі екен. Қатты қуанып қалдым. В общем, достар, көбісі айтып жатыр, өзің серверің бар емес па, неге бұл серверді жарнама жасап жүресің деп. Достар, алдыңғы видеоны көріп кетуді сұраймын, яғни качеп жабылды деген видеода мен неге качепті жапқаным туралы айтып кеткен болатын. Достар, сендер де өздерін көрсеңдер болады. Телеграм каналға өтіп кетіңдер. Соқтан түсініп алуларыңа болады. Және де достар, мен сіздерге жақсы контент түсіру барысында, мен жаңадан наушник алған болатынмын. Обычный наушник, бірақ ол наушник, оказывается, жасамайды. Дұрыс жұмыс жасамайды. Мен қатты көңілім қалды. Прям көтім ашып кетті, айтқанда ше. В общем, ничего страшного, достар, жақында жаңадан микрофон алатын боламын, және де бұдан да жақсы контенттерді сендерге ұсынуға тырысатын боламын. Сендер болсыңдар лайк басып каналға тіркеліп, мені қолдауды ұмытып кетпеңдер, және де осы серверге кіруді ұмытып кетпеңдер, достар. Бұл өте керемет сервер. Және де достар, тағы бір айта кететін жаңалық, в общем, кімге қызық, кімге қызық емес, мен жаңа проектке кірдім. Яғни достар, мені жаңа проекттерге шақыру жасап жатыр. Оның бірі айта кететін болсам, бұл осы BRMC серверінің создателі жаңадан проект ашып жатыр. Ол проект, по идее, Honey Space дейтін бір сервер, гриф сервер, Сол жерге мені куратор ретінде шақырып жатыр. Куратор деген біліп отырсаңдар, серверге қарайтын администрацияның мүшесі, және де как куратор и как ютуберка ретінде кіретін болам бұл серверге. В общем, две в одном дейді ғой, орыстар. В общем, солай кіріп көруге тырысатын боламын. Кіріп көруге дегенде мені өзі ұсыныс жасады маған. Осындай сервер ашайын деп жатырмын, проектке кіресің ба деді. Сосын мен ойландым, сосын кіріп көруді шештім. Солай достар, вот так мен жаңа проектке кіріп жатырмын. Құттықтап қойсаңыздар болады достар. Және де
костюм качан ашылат деп жаткан жандар болса достор, костюм энди эч качан менин атымдан ашылмайды. Оны алдағы убакытта мүмкүн Мимоза ашатын шаар, мүмкүн Шаха ашатын шаар, мүмкүн Тентонун өзү ашатын шаар. О жагын энди билмедим. Бирок энди костюм мага тиесилүү эмес. Костюмдан мен толуктай бас тарттым. Мен энди өзүмдүн жеке проектимди ашуум мүмкүн. Бирок ол казыркы сәтте эмес. Алдағы убакытта баардыгы тынчталсын достор. Сосын барып жакшы жаңалыктар күтө берүүлөрүңүздү сурайм. Ого чейин осуну менин проекттериме кирип көрүп жүрсөңүздөр болот. Менин проектим эмес, мени шакырган проекттерге кирип көрсөңүздөр болот. Мисалга достор, мына BR MC сервер өтө топовый сервер, кирип кетүүлөрүңүздү сурайм. Ал достор, сиздер менен болгон мен Мерлин. Амандыкта жүздүшкөнчө давайте.